Үздіксіз күткенім. Бір бөлім. 2011 жылдың жаз мезгілі. Тараз қаласында жоғарғы оқу оқитынмын. Бір күні Тимур деген дос баламмен телефон арқылы сөйлесіп отырған едім. Тимурдың жанында бір жігіт жағаласып, менімен танысқысы келетінін айтып жатыр. Мен біраз әзілдесіп телефонды қоя салдым. Басында мән бермедім. Бірақ арада бір сағат өткен соң телефоныма хабарлама келіп тұр. Жанар, сені жаным десем бола ма? Сәлеммен, сенің Ернарың деп жазып жіберген екен. Сол күннен бастап Ернар екеуміз телефон арқылы күнде сөйлесетін болдық. Ол Таразда тұрғанымен басқа қалаға жұмыс бабымен 3 айға кеткен көрінеді. Осылай күнде бір-бірімізге хабарласып, түрлі тақырыпта әңгімелесіп жүрдік. Арада 3 ай өте шықты. Ол қалаға келді. Келген бойда менімен бетпе-бет жолыққысы келді. Маған қоңырау шалып, Жанар, сенімен жақынырақ танысқым келеді. Бүгін кездесейік деді. Мен де бірден келістім. Алғаш Ернарды көру мен үшін арадағы сезімді тудыратындай еді. Қатты қобалжып, оны көруге асықтым. Екеуміз ақыры жолықтық. Ол бірден қолымнан ұстап, Жанар, менің қызым боласың ба? 3 ай бойы сені көруге ынтық болдым. Енді сенімен бірге болғым келеді деді. Иә, байқап көрейік. Мен келісемін, жауабымды бірден айттым. Өйткені оған бауыр басып қалған едім. Біздің махаббат хикаямыз осылай басталды. Ешбір боямасыз, тәтті махаббатты бастан кештім. Арада 3-4 ай өткен соң Ернар мені анасымен таныстырды. Ол кісі керемет екен. Өз анамнандай болып кетті. Сүйгеніме ессіз ғашық болып, онымен болып қойдым. Өйткені оған қатты сендім. Өзімнің пәктігімді Ернарға арнадым. Бір айдан соң, сабақта отырып қатты ауырдым. Жүрегім айнып, құса берген соң жүктілікті анықтайтын тест жасадым. Аяғым ауыр екен. Шошып кеттім. Жан ұшыра жылап отырып, Ернарға хабарластым. Жанар, ешқандай уайымдамашы. Бәрі жақсы болады. Үйленеміз, бүгін үйдегілерге айтамын деп көңілімді орнына түсірді. Арада бір апта өткен соң екі жақ келісіп той күнін белгіледі. Өзімнің ата-анам мүлде қарсы болмады. Ал келін болып түскен күні мені бәрі керемет қарсы алды. Енем өте адал, ақкөңіл кісі еді. Осылай Ернар екеуміздің махаббатымыз ұлғая түсті. Бірақ бұл кезде алда не күтіп тұрғанын сезбеген едім. Үздіксіз күткенім. 2 бөлім. Арада бір ай өткен соң, ішім ауырып, астымнан қан кетті. Үйде күйеуім жоқ еді. Қорқып кеттім. Енеме жүгіріп барып, болған жағдайды айттым. Ол кісі бірден жедел жәрдем шақырып, ауруханаға бардық. Ұзақ тексерістен кейін баланың жүрегінің соқпай қалғанын айтты. Содан бірден тазалап тастады. Қанша жыласам да өзімді сабырға шақырдым. Күйеуімде бәрі жақсы болатынын айтып, менің жабырқаулы күйімді жақсартып қойды. Өзім тым жас болған соң қатты күтінбедім. Үй шаруасымен айналысып жүре бердім. Ернар құрылыста істейтін. Жұмысы бірде бар, бірде жоқ. Махаббаттан басым айналып, ақшаны керек етпедім. Енемнің алатын зейнетақысы бар. Үйді азық-түлікке сол кісі толтырып қоятын еді. Арада уақыт зымырап өте берді. Мен сол күйі көтере алмай жүрдім. Туған туыс, көршілер қайта-қайта сұрап, мазам қашты. Бірақ алдағы күннен үміт үзбедім. Мен келін болып түскелі де 1 жыл өтті. Енем қатты ауыратын, ақыры сырқаты бой бермей өмірден өтіп кетті. Қатты бауыр басып қалған едім. Ол кісіден айырылу маған қиын болды. Енем қайтыс болған соң, ақша жағынан біраз қиналдық. Ақшаның керек екені біліне бастады. Қайын ағам да бізбен бірге тұратын. Күнде ішіп келіп, әбден мазамызды алатын еді. Жұмыстан шығамын. Сосын екеуің қалай күн көрер екенсіңге. Өңкей арамтамақтар бізді әбден жерге кіргізетін. Қыс болған соң күйеуімнің де жұмысы тоқтап тұр. Ал мен жұмысқа кірейін десем, барлық жер ақша сұрайды. Тіпті көмірге ақшамыз жоқ. Су отынды жағып, қалың көрпелерді жамылып ұйықтап, қыстан әрең шықтық. Көктемде өзімнің анам келіп, ақша беріп мені Қазпоштаға жұмысқа кіргізді. Айлығы аз болса да, шай тамағымызға жететін еді. Осылай қарапайым ғана өмір сүріп 3 жылда өте шықты. Мен бала көтере алмадым. Ауруханаға барып емделіп бастаймын.
Ақшам жетпей, ем аяғына жетпей қалатын. Самен бала туралы ойламай тек жұмыс жасай бердім. Бір күні Алматыдан дос қызым хабарласып бізді қалаға шақырды. Қалада жұмыс жасап, тіршілік жасаңдар. Ақшаны жақсылап жинап аласыңдар деді. Күйеуім екеуміз ақылдаса келе Алматыға кетіп қалдық. Қалаға келіп жұмыс іздеп, квартира жалдадық. Екеумізде жұмыс тауып, қолымызға ақша түсе бастады. Бірақ бұл кезде балалы болу туралы мүлде ойламадық та. Үздіксіз күткенім. 3 бөлім. Күйеуім екеуміздің ыстық суығымыз басылмай, балалы болу туралы ойламадық. Жанталасып ақша жинап, ең басты мақсатымыз үй алу еді. Екеумізде көп ақша тауып, ақша жинадық. Содан армандаған үйімізді алдық. Барлық туысқандарымызды шақырып, үлкен дастархан жайып, қоныс той жасадық. Бізден бақытты адам болмады. Көп ұзамай күйеуім несиеге көлік алды. Осылай ел қатарлы өмір сүрдік. Бірақ әр қуаныштың артында бір сынақ боларын біз естен шығарып талғандай едік. Уақыт зымырап өте берді. 8 жылдан кейін аяғым ауыр екенін білдім. Бұл жаңалықты естігенде бізден бақытты жан жоқ еді. Дегенмен 2 айдан кейін құрсағымдағы баламнан айырылып қалдым. Ұзақ күткен баламнан айырылу мен үшін соққы болды. Бірақ үмітімді үзбей емделе бердім. Сол уақыт аралығында күйеуім жұмысынан артық ақша жымқырған деп жұмыстан шығартылды. Көліктің несиесін төлей алмаған соң банк көлікті де тартып алды. Қайырлысы осы шығар деп бұған қатты мән бермеуге тырыстық. Күйеуім біраз уақыттан кейін басқа фирмаға жұмысшы болып кірді. Жұмысының айлығы жақсы еді. Бірақ жұмыстан тым кеш қайтатынды шығарды. Тіпті кейде үйге келмей де қалатын. Басында мән бермедім. Бірақ күйеуімнен қатты күдіктеніп оған сенімсіздік таныттым. Содан өзімнің жұмысым ремонтқа 2 айға жабылды. Күйеуімнің қасына уақытша жұмысқа кірдім. Жұмыстағы складтың бастығы әйел адам екен. Яғни күйеуім екеуінің жұмыстары тығыз байланысты. Сонымен ол әйелмен жақын танысып сырлас дос болып кеттім. Ойымда арамдық болмады да. Өзімнің жұмысым басталған соң күйеуімнің қасынан кетіп қалдым. Ал күйеуім қайтадан жұмыстан кешігіп, айлығын үйге түгел әкелмейтін. Тең жартысы жоқ болатын. Бәрі жұмыстан ерте қайтса да күйеуім түнгі 2-лерде келетін. Түнде ұйықтап жатқанында телефонын қарап көрдім. Инстаграмнан әлгі складтың бастығымен сөйлескенін көріп таң қалдым. Ол әйел баланың суреттерін жіберіп, осылай арманымызға жетейік деп жазып жіберген екен. Шыдай алмай даң шығардым. Күйеуім ақталып әлек болды. Араларында ештеңе жоқ екенін айтып, шатасып жіберген деп бой бермей қойды. Ол әйелмен мен жақын дос болып кеткен едім. Оның күйеуі, балалары бар еді. Оған жазып сұрап едім. Ол да шатасып жібердім деп мені өзіне сендірді. Үздіксіз күткенім. 4 бөлім. Күйеуім бұрынғы жұмысын жалғастырып жүре берді. Бірақ мен одан бұл жұмысты тастап басқа жерге кіруін сұрай бердім. Ол әйелдің қасында істегенін қаламадым. Күйеуім әрең дегенде ол жерден шығып басқа фирмаға жұмысқа кірді. Бірақ жұмыстан кеш қайтуын жалғастыра берді. Жанында істейтін күйеу балам үйге ерте келіп алады. Ал күйеуім түннің жарымында бірақ келеді. Ернар қайда жүрсің десем. Жұмысым кеш аяқталады, тапсырыс көп деп сылтаурататын. Көңіл бір рет қалған соң адамға сену қиын болып кетеді екен. Күйеуімнің жүрісі көбейіп кетті. Содан телефонын қарасам күнде бір номермен азаннан кешке дейін сөйлеседі екен. Бірден сол номерге қоңырау шалдым. Бұрынғы жұмысында бірге істеген әйел. Әлі де сөйлеседі екен. Төбемнен біреу суық суды құя салғандай күй кештім. Күйеуіме барып оны ұра бастадым. Ол болса, Жанар, мен онымен сөйлеспеймін. Тек мен оған 150 мың қарызбын, сол үшін сөйлескен едім деп өзін ақтап алғысы келді. Жылап-жылап оның айтқандарына тағы да сендім. Ертесі жұмысымнан ақша алып ол әйелге 150 мыңды салып жібердім. Күйеуім қарызынан құтылсын деп. Бәрі реттелер деп үміттендім. Жоқ, сол баяғы жұмыстан кеш қайту. Айлығын толық әкелмейтінін қоймады. Осы 10 жыл бірге тұрғанымызда бұлай үйде береке кетпеген еді. Күнде ұрыс керіс, айқай-шу. Адам сияқты сөйлесіп, бірге тамақтанбайтын болдық. Сол уақыттарда етеккірін кешігіп, құса бердім. Бірден тест алып тексеріп ем.
Аяғым ауыр екен. Қатты қуанып күйеуіме айттым. Ол жақсы бопты дегеннен басқа ештеңе деме. Мүлде қуанбады. 10 жылдан артық күткенім осы бала еді. Ұзақ ойланып бәлкім қателік менен шығар. Енді тыныш өмір сүрейік деп үйге ерте келдім. Күйеуімнің дәмді тамақтарын жасап, әдемі киініп, оның жұмыстан келуін күттім. Күйеуім үйге кірген бойда мойнына асылып, сүйіп ем. Мені итеріп жіберді. Жанар, сенімен сөйлесуім керек. Мен бұндай ұрыс-керістен шаршадым деп қабағын ашпай отырып алды. Әрине жаным. Енді тек бұрынғыдай бақытты болайықшы, ішімдегі баланы сонша жыл күттік қой деп ем. Жоқ, бөлек тұрып көрейік. Мен саған суып кеттім. Сені жақсы көрмеймін деп үйден киімдерін жинап кетіп қалды. Қанша жылап, жалынсам да тоқтамады. Баланы да, мені де керек етпеді. Үздіксіз күткенім. 5 бөлім. Не болса да ең бастысы құрсағымдағы балапанымды ойлайын деп есімді жиюға тырыстым. Бұрынғы жұмысындағы әйелмен мен дос болып кеткен едім. Ол да хабарласып. Күйеуің телефонын ломбардқа қойып, квартира жалдап тұрып жатыр екен. Оған неге көмектеспейсің деді. Ол қайдан біледі екен деп ойладымды қойдым. Өйткені оған сендім. Күйеуіммен арасында ештеңе жоқ екеніне кезінде сендірген болатын. 3 күннен соң күйеуім үйге келді. Ақшасы біткен көрінеді. Содан телефонын ломбардтан шығарып бердім. Оның асты үстіне түсіп, бар жағдайын жасалым. Сонда да маған өте суық болды. Дос қызым жазып жіберіпті. Ернар үйге келді ма? Сені құшақтады ма деп. Менде еш арам ойым болмады, оған бәрін айтып отырдым. Ол маған қатты жақындамай деп ашығын айтатынмын. Осылай күйеуіммен арамыздағыны соған айтып отырдым. Күйеуіммен қарым-қатынасымыз мүлде нашарлап кетті. Тіпті қасыма жатпайтын. Құшақтаса мені итеріп сүймейтін. Басында бәріне шыдадым. Бірақ маған жасаған әрекеттері ұнамай ұрыс шығардым. Неге менен қашасың? Ішімдегі бала дені сау туылғанша тыныштықта өмір сүрейікші деп айқайладым. Ол мені жұлқылап. Екеуміз қосылмасақ бала қайдан пайда болды? Бұл менің балам емес деп ойына келгенін айтты. Мен шыдай алмай оны үйден қуып шықтым. Керек емессің, кет дедім. Күйеуімнің бауырлары хабарласып, бәріне мені кінәлі қылып шығарды. Сен оны қуып шығыпсың. Ол далада қалды ғой. Ешкімі жоқ оның деп біздің іске тұмсықтарын сұға берді. Сөйтсем күйеуім бәріне мені жамандаған екен. Әке-шешемнің үйіне барып біраз демалдым. Кәдімгідей бұл қарым-қатынастан шаршаған болатынмын. Сіңілім маған. Тек баланы ойлашы. Оған бола өміріңді қор қылма. Жездемнің басқа біреумен жүргенін бұрыннан білетінмін. Тек саған айта алмадым деді. Мен біреумен жүретінін білдім. Тек мойындағым келмеген. Жұмысқа барып оны ойламауға тырыстым. Бірақ осы жолы неге екені бәріне өзім кінәлі сезіндім. Оған хабарласып. Қайтадан келші. Сені сағындым. Бәрін басынан бастайық деп жаза бердім. Ол болса мені керек етпейтінін, тіпті баланы өзің үшін туып ал деп жазып жіберді. Оған қанша жалынсам да күйеуімнің соңғы сөзі ажырасайық болды. Кейіпкерге қандай ақыл айтар едіңіздер? Үздіксіз күткенім. 6 бөлім. Күйеуіммен 12 жыл бірге тұрған соң одан айырылып қалу мен үшін қорқынышты еді. Қанша оған жаздым, қайтарғым келді. Бірақ ол, мені қуған өзіңсің. Менің ешкімім жоқ. Енді өзің өмір сүр деп айтуын жалғастыра берді. Онсыз 1 айда өте шықты. Күйеуімді қатты сағындым. Жүктілік кезіндегі гормондарда әсер етті ме білмеймін. Көп ойлана келе бір шешімге келдім. Оған. Жаным, үйді сатып саған машина алайық. Қалған тиынына бар несиемізді жабамыз деп жазып жібердім. Осы сөзден кейін күйеуімнің маған деген әңгімесі өзгере бастады. Мен ол жаныма келетін болды. Мен де бірден үйді саттым. Ақшаны алып Алматыға жолға шықтым. Дала қарлы, боран. Балам төмен біткен соң дәрігер. Алыс жолға шықпаңыз деген еді. Бірақ соған қарамай күйеуіме асықтым. Жолдан ауруханаға кіріп баланың жынысын білдім. Қыз екен. Бірден қуанып оған жазып жібердім. Маған бәрібір, не тусаң да. Негізі маған бала керек емес деді.
Бұл сөздерден соң өзегім өртеніп, жыладым. Арада 5-10 минут өткен соң күйеуім: «Жаным, кешірші» деп тағы жазды. Бәлкім қалтамда ақшам болған соң солай жазғанда шығар. Қалаға жеттім. Күйеуіммен жолығып қайтадан жаңа өмір бастайтын болып келістік. Ол бірден қолымнан ақша алып, машинасын алды. Мен өзімше мәз болып жүрдім. Менің қолыма 300 мыңды ғана ұстатып, қалған ақшаға өзінің барлық несиелерін жапты. Менің несиемді бірігіп төлейміз деп сендіріп қойды. Машиналы болғанымызға қуанып Таразға жолға шығуға көндірдім. Достарымызға барып, отырыс жасайтын болдық. Бәрі керемет еді. Ол менің асты үстіме түсіп жүрді. Мен де соған мәзбін. Тараздан біраз демалып қалаға жұмысымызға қайта оралдық. Әлгі досым деп жүрген әйел қайта-қайта маған хабарласып, хабарлама жазып, мазамды алды. «Күйеуің сені сүймейді. Сен 2 қабат екеніңе мәз болып жүре берсеңші. Сенің кесіріңнен ішімдегі баламнан айырылдым» деп жаза берді. Күйеуімнен: «Бұл не сандырақтап жүр» десем. «Қайтадан бастама. Әйтпесе жаман болады» деп мені қорқытып қойды. Ол әйелдің кімнен жүкті болғаны сол күйі жұмбақ болып қалды. Ертесі жұмыста алаңсыз отырсам, күйеуімнен хабарлама келді: «Жанар, бәрі бітті. Сенімен отбасы болғым келмейді. Ажырасайық» деп жазып жіберіпті. Үздіксіз күткенім. Соңғы бөлім. Күйеуімнің ажырасайық деп жазып жібергенін оқып, тас төбемнен біреу су құйып жібергендей болды. Бірден такси ұстап, үйге бардым. Ол телефонмен сөйлесіп отыр екен. Бірақ қолында басқа телефон. Менен жасырып жүрген екінші телефоны бар болып шықты. Жалма-жан қолына жабыстым. Қарасам, әлгі кезінде өзі шатысқан әйел, яғни мен досым деп сырымды ақтарып жүрген қатын екен. Кезінде Алматыға барғанда сол әйелмен жүріп бастаған. Сол күннен бері әлі де сөйлесетін көрінеді. Күйеуім де бәрін мойындады. «Иә, сен сезіктенгеннен бері жүріп жүрмін. Сен аңқаусың. Оны досым деп қабылдап жүрген» деп мені табалай түсті. «Ернар, нағыз оңбаған екенсің. Ажырасақ ажырасайық. Мен де сенен шаршадым. Бірақ ертең Таразға барып бауырларыңа бәрін айтам. Сенің үйлі баранды, бала шағасы бар қатынмен жүретініңді. Ешкі менің артымнан сөз айтпайтындай ауыздарын жабамын» деп айқайладым. Ол да намысқа тырысты ма білмеймін. «Ешкімге ештеңе айтпашы. Жай ғана жөніңмен кет» деді. Дегенмен мен айтқанымнан қайтпай қойдым. Таразға бардым. Барлық туыстарын жинадым. Ажырасатынымызды айтып ем, күйеуім аяғыма жығылып: «Кешірші, енді бұлай жасамаймын. Бәрін қоямын. Сені бақытты етем». Тек әулетіне үйлі баранды әйелмен ойнастық жасағанын айтпауымды жалынып сұрады. Мен екеумізде бір шешімге келдік. Бәрін ұмытып жаңа өмір бастадық. Мен аман есен қол аяғымды бауырыма алдым. Күйеуім барлық жағынан өзгерді. Менің асты үстіме түсіп, бар жағдайымды жасап жүр. Бірақ қызымды қолыма алғалы, үздіксіз күткен күйеуімнен көңілім қалып жүр. Мүмкін жүктілік кезіндегі гормондар орнына түскенде болар. Бұрынғы істеген опасыздықтары көз алдыма келіп, оны кешіре алмадым. Тіпті жында адамша жылап аламын. Ойым жан-жаққа шашырап, бұрын аяғына неге сонша жығылдым екен деп те ойлаймын. Қызыма 2 ай енді болды. Ал күйеуімнің өзгергеніне 5 айдан енді асты. Бірге бақытты адамша өмір сүріп жүрміз. Ал мен оны толық кешіре алмадым. Тіпті не істерімді білмеймін. Соншама жыл өмірімді кімге арнадым деп өз-өзіме сұрақ қоямын. Мені соншама төмендеткені жаныма қатты батады. Бір шешімге келе алмай қойдым. Бар болғаны бақытты болғым келді. Сүйікті болғым келеді.